Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен буға піскен балықты күрішпен пісіретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бұл тағам адам денсаулығына өте пайдалы. Бұл жерде тағам балықта, күріште барлығы да қуырылмайды, тек буға пісірілетін болады. Жасап көріңіздер. Өте пайдалы тағам. Ең алдымен балықты жақсылап жуып, тазалап, ашып аламыз. Одан кейін өзімізге ыңғайлы бөліктерге бөлеміз. Содан кейін барып балығымызды тұздайтын. Балықтың әр бөліктеріне осылай тұзды себелеп сеуіп шығамыз. Қара бұршымды себеміз. Сарымсақ қосамыз, лапы жапырағын қосып, жақсылап араластырып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Немесе балықты картоппен, сәбізбен, пиязбен барлығын қосып та осылай тұздап қоюымызға да болады. Бізге қажет көкөністер 2 пияз, 1 үлкен картоп және 1 сәбіз. Оларды өз қалауымызша осылай турап шығамыз. Турап болғаннан кейін тұзымызды, қара бұрышымызды қосып, осылай араластырып қоямыз. Негізі балықпен де өстіп тұздауымызға да болады. Немесе осылай бөлек тұздасаңыздар да болады. Енді тапамызға кішкене ғана май құямыз. 3 ас қасықтай. Балығымызды қойып шығамыз. Дөңгелектеп айналдыра. Балықтың ортасына немесе жан-жақтарына картошка, пияз, сәбіздеріміз қойып шығамыз. Балықты салдық, көкөніс салдық, енді ортасына күрішті де саламыз. Су құямыз, 1 немесе 1,5 кеседей су құйып шығамыз. Газдың отына қоямыз, 20-25 минуттай пісіреміз. Bir қайнағаннан кейін асын баяу отқа қойып 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Менде камераға түспей қалыпты. 20-25 минутта буда пісті тамағымыз дайын. Бетіне лавр жапырағымен немесе ас көктермен сәндеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, пайдалы буға піскен балық. Балықты тек осылай булаңыз. Дәмі керемет. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.